Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиындарды салыстыру, тең жиындар. Бұл сабақта сен жиындарды салыстыруды үйренесің. Қандай жиындардың тең жиындар деп аталатынын білесің. Балалар, суретте нелер бейнеленген? Оларды жалпы не деп атауға болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Суретте құстар бейнеленген. Бұларды атауын құстар жиыны деп атасақ болады. Жиын ортақ белгісі бар заттардың жиынтығы. Бүгін балалар біз жиындарды салыстыруды үйренеміз. Мына суреттегі екі жиынның элементтерін салыстырып көрейік. Екі жиында да қанша элемент бар балалар? Дұрыс айтасыңдар, 3 элемент бар екен. Енді әр элементтерін салыстырайық. Бірінші жиында бар торғай, екінші жиында да бар. Бірінші жиында бар саршымшық, екінші жиында да бар. Бірінші жиында бар көгершін, екінші жиында да бар. Элементтері және олардың саны бірдей жиындарды тең жиындар деп атайды. Балалар, біздің бұл жиындарымыз тең жиындар екен. 3 тең 3-ке. Енді мына жиындарды салыстырып көрейік. Бірінші жиында қанша элемент бар балалар? 2 элемент бар. Ал екінші жиында 3 элемент бар екен. Бұндай жиындарды қандай жиындар деп айтады? Бұл жиындарды балалар тең емес жиындар дейді. Себебі 2 3-ке тең емес. Енді мына жиындарды салыстырайық. А нұсқасын қарайық. Бірінші жиында 2, 4, 6, 8 сандары бар. Екінші жиында да 8, 2, 4, 6 сандары бар екен. А нұсқасына қарайық. Бірінші жиында 20, 40, 50 сандары бар да, екінші жиында 40, 25 сандары бар. Б нұсқасына қарайық. Бірінші жиында 72, 74, 76 сандары бар да, екінші жиында 27, 74, 76 сандары бар. Бұл жиындарды салыстырсақ, А жиындарымыз біздің тең жиындар екен. Себебі бірінші жиында бар элементтің бәрі екінші жиында да бар. Ал А нұсқасындағы жиындар тең емес. Себебі бірінші жиында 50 саны бар, екінші жиында 5 сан екен. Б нұсқасы да тең емес жиын. Себебі бұл жерде 72 саны берілгенде, ал екінші жиында 27 саны берілген. Яғни бұл жиындар тең емес жиындар. Екі жиынды қалай теңестіруге болады? Бірінші жиында 18, 27, 74, 9 сандары берілген. Екінші жиында 27, 74, 18 сандары берілген. Енді балалар, бұл жерде екі жиын теңестіру үшін артық элементті алып тастасақ болады екен. Мысалы, 9-ды алып тастасақ артық элемент, екі жиынымыз тең жиын болып шығады екен. Жарайсыңдар балалар, енді оқулығымыздың 110-111 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс кітаптеріміздің 107-108 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Бүгінгі сабақ бойынша өздеріңді мынандай смайликтер арқылы бағалаңдар.